Бүгін біз сиырдың бауырынан ерекше котлет жасаймыз. Бауырдың қабығын сыдырып алып тастадым. Қазір енді қабығы жоқ, мүмкін мынадай не болды? Мынадай қабығын бөлек алып тастадық. Бауырды мынадай кесек-кесек қылып тураймыз. Мынадай арасындағы кішкене тамырлары болса, шемшектері болса, оларды да бөліп алып тастап, бірінші турап аламыз барлығын. Мынадай қылып. Енді бізде осы мына дайындап қойған өнімдерді термомикстан өткізу ғана қалды. Морков қосамыз аздап, 2 картошка и 1 жуаға қойып қойдым. Қазір тартқаннан кейін белгілі болады. Бізде мынау бауырымыз 800 грамм. Енді мына жерде кішкене 500 граммдай, жалпы салмағы 500 граммдай осы көкөністерді араластырып қосамыз. Барлығы тартылып дайын болды. Мына жерде картоп, 2 бас, мына жерде 2 бас морков және 1 бас жуа. Морков пен жуаны қоса турап жібердім. Енді қажетінше неге бауырға қазір саламыз араластырып. Жаңағы бауырдың, тартылған бауырдың үстіне тартылған картоп пен морковты салдық. Өлшемдерінің барлығын мен жаңағы осы видеоның басына жазамын. Бауырмен тартылған көкөністерді барлығын араластырдық. Енді үстіне 2-3 қасық үйіп ұн салдық. Осыны бір араластырып аламыз. Араластырып жатырмыз қасықпен. Әбден біркелкі масса айналғанша араластырамыз. Біркелкі массаға айналып қалды. Енді үстіне шай қасықпен толтырып бір тұз салдық. Мынадай шай қасық қой. Енді қара бұрыш саламыз. Натуральный қара бұрыш үгілген. Қазір одан да мен шамамен көзім өлшемімен салып отырмын. Жарты шай қасық болды. Енді сонымен бірге бір жұмыртқа қосамыз. Тапаны қыздырып, сұйығын құйып жатырмын аздап. Көп емес. Енді осы май қызбасын бауыр котлетін біртіндеп пісіре бастаймыз. Котлетіміз пісіп жатыр. Котлеттің 2 жағы қызарғанша пісіреміз. Және сонымен бірге отын тым қатты, тым ақырын қылмаймыз, орташа отқа пісіреміз. Осылайша аударып барлығын пісіріп аламыз.